елшілік қабырғасында біз былайша айтсақ қазақтардың Ресейдегі қазақтардың арасында ең ұлы, ең атақты біздің академик ғалым ағамыз Кеңесбай Мұсаевтың осындай тіл жанашыры атты үлкен белгіге ие болып отырғанына куә болып отырмыз. Мысалы жайлы көп айтудың қажеті жоқ, өйткені барлығыңыз білесіздер. Осы жерде танып, біліп, бірге жұмыс істеп, шәкірті болып өскен адамсыздар. Сондықтан осы Қазақстаннан келіп, Кеңесбай Мұсаұлының еңбегін қадірлеп, ел қадірлеп келіп отқан қонақтарымыз бар. Сол кісілерге сөз тізгінін берсем деймін. Қазақстаннан бүгін арнайы келіп отқан тіл журналының бас редакторы және осы тіл жанашыры атты қоғамдық бірлестігі төрағасының орынбасары Нұргүл Ерболатқызы Қарағойшина ханымға сөз берсем. Құрметті Кеңесбай Мұсаұлы, қадірлі қандастар, бүгін осы сіздердің араларыңызға Қазақстанның, барша қазақтың сәлемін алып келіп қалған жағдайымыз бар. Жалпы бұл жерге келуіміздің басты себебін айтып қойып отырмын, Жеде Қайрат мырза. Жалпы өздеріңіз білесіздер, тіл жанашыры деген кезде әр қазақтың баласы қазақ тіліне жанашыр болу екендігі сөзсіз. Бірақ та бүгінгі қоғамымызда қазақ тілі әлі де өз перзенттерінің қамқорлығына мұқтаж. Сондықтан да біз осындай тіл деген республикалық журнал шығарып, осы бірнеше жылдар бойы тіл жанашыр атты қоғамдық бірлестік құрып, осы аяда